Бүгін қадір түні болуы мүмкін. Білесіздер, қадір түні Лайлатул Қадри хайрун мин алфи шахр дейді. Қадір түні бұл 1000 айдан да қайырлы болған, жер бетінде ешбір түн оған тең келмейтін түн. Сондай ұлы түн бүгін болуы мүмкін иншалла. Түнде бүгін барынша құлшылықпен өткізуге тырысыңыздар. Бірақ құлшылықтың көкесі не? Қадір түні құлшылықтың көкесі не? Бұл тек қана қадір түнінің несі деп сұрадым жаңа? Құлшылығың ең абзалы не? Истиғфар. Күнәдан кешірім тілеу ең абзалы. Өйткені Айша анамыз бар ғой. Алла елшісінен сұрайды саллаллаху алейхи вассалам. Әйелі ғой рахат та ше. Пайғамбардың әйелі барады да сұрай салады, көңіліне бірдеңе түседі. Я Алланың елшісі дейді да, мен қадір түніне кездесіп қалатын сияқтымын деп тұр ғой енді. Кездесіп қалсам не істейін деді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Ей Айша, қадір түніне кездесіп қалсаң, Аллахумма иннака афуун карим деп айтты дейді. Ей Алла, сен кешірімді жомартсың деп айтты. Тухиббул афуа, кешіргенді жақсы көресің. Фаъфу анни, мені кешірші деп айтты дейді. Ей Алла, сен кешірімді жомартсың. Қазақша айта берсеңіздер де болады. Ей Алла, сен кешірімді жомартсың. Қайта таңға атып кеткенге дейін. Арасында бір 2 рәкат намаз оқып қойыңыздар да, қайттан. Алла, сен кешірімді жомартсың, кешіргенді жақсы көресің. Қараса, сөзді қарасаңызшы. Алла пендесін кешіргенді жақсы көреді ғой. Білесіздер ме, қалай қуанатын, Алланың қалай қуанатын білесіз ба? Пендесі кешірім тілеген кезде Алла қалай қуанат білесіздер ме? Қалай қуанат білесіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла қалай қуанғанын көрсең, бір пендесі кешірім тілеп тәубеге келген кезде дейді. Қалай қуанған? Бір бейне бір жолаушы кісі дейді, шексіз сахарада келе жатыр дейді. Шөл дала. Оның құдығы да жоқ, суы да жоқ дейді. Кішкентай демалып алайыншы деп ұйықтап тұрса, көлігінің үстіндегі су көлігімен бірге жоқ дейді. Яғни түйесі кетіп қалған дейді. Шексіз сахара, түйе жоқ. Үстіндегі суың жоқ. Болды ма? Өлдің ба? Өлдің. Болды, өлдің, ештеңе жоқ сені құтқаратын. Өлдім ғой деп тіліңді жұтып атқан кезде дейді, ана түйесі айналып жүгіріп үстіндегі суымен бірге келіп тұр дейді ғой. Сол кезде адам қалай қуанат дейді ғой. Ана ситуацияға кіріп атсыздар ма? Кіріп көріңіздерші. Қалай жүрегің бар ғой, жарылып кете жаздайды ғой, жүрегің жарылып кете жаздайды. Дүниеде ештеңе керек емес болып қалады, сол судан басқа бір баклашка. Дәл солай Алла қуанат дейді ғой, пендесі кешірім тілеген кезде дейді. Көрдіңіз ба? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі кәдімгідей. Сондықтан мына қадір түніне кездесіп қалсаңыз, Алладан тек не сұра дейді? Кешірім сұра дейді. Тек қана Алла, сен кешірімді жомартсың, кешіргенді жақсы көресің, мені кешірші деп таңға дейін айт дейді ғой. Өйткені ол түні түсетін періштелердің саны жердің бетіне сыймай қалады дейді. Қадір деген сөздің бір бағынасы дейді ғалымдар, тар түн деген дейді. Яғни жердің бетіне періште сыймай қалады дейді. Жабраил алейхиссаламның өзі Құранды алып түскен. Сол түні адамдардың дұғасын көтеру үшін жерге түседі дейді. Көрдіңіздер ме? Сол түнді бекер не істемеуіміз керек енді, мүлдем бекер жіберіп алмамыз керек екен. Бүгін болуы мүмкін ол, немесе ертең болуы мүмкін, немесе бітем дегенге, бірақ енді ықтималдылық бүгінгі түнге көп беріліп атқан сияқты да. Алла біледі енді, Алла білуші, бірақ осы түндердің бірінде әйтеуір.